Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмі керемет болып шығатын, сынбайтын, қатып қалмайтын құймақтардың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бұл құймақтардың бір ерекшелігі, құрамында ешқандай сүт жоқ. Суды пайдаланып жасайтын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде жасап көруді кеңес беремін. Ең әуелі таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және 3 ас қасық қант салып, жақсылап біркелкі болғанша, қанты ерігенше араластырып аламыз. Үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған бір бокал суымызды құйып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, жақсылап түйіршіктері қалмайтындай етіп, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, бірте-бірте қосқандарыңыз жөн. Сонан соң қайнап тұрған ыстық бір бокал суымызға 1 шай қасық ас содасын салып, массамызға қосатын боламыз. Суды бөліп қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Міне бізде масса дайын болды. Байқағандарыңыздай ол өте әдемі, ешқандай түйіршігі жоқ. Енді табамызды қыздырып, майлаймыз да, сонан соң бір ожаудан құя отырып, 2 бетін қызартып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Описание бөліміне толық рецепті қалдыратын боламын. Менде табаның диаметрі 20 см. Осы құраммен 20 дана құймақ шықты. Барлық құймақтарымызды осылай пісіріп аламыз. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Ас болсын.